Қарттарға құрмет. Сұрақ: қарттарға құрмет жөнінде мәлімет бересіз бе? Жауап: имам ағзам хазіреттері имам Әбу Юсуфқа ғалымдарды құрметте. Үлкендерге құрмет, кішілерге ізет, мейірімділік көрсет деген. Әсіресе мұсылман қарттарға лайықты түрде құрмет көрсету керек. Жақсы жаман деп ажыратпай, барлығына бірдей жақсылық жасау қажет. Мысалы, қоғамдық көліктерге жас, кәрі, ауру, сау, әйел, еркек, бай, кедей, ғалым, надан сияқты әртүрлі топтың адамдары мінеді. Әлсіздерге көмектесу керек. Автобусқа мінерде де, түсерде де көмектесіп, оларға орын беру керек. Қарттарға, мұқтаждарға көмектесу өте сауапты іс. Осы тұрғыдағы хадис шарифтерде былай делінген: әлсіздерге, науқастарға, қарттарға және кішілерге мейірімділік көрсетіңдер. Қарттарға құрмет және сияпат Аллаху тағалаға деген құрметтен туындайды. Үлкендерін құрметтемеген, кішілерге мейірім етпеген адам бізден емес. Халықтың ішіндегі қария үмбетінің арасындағы пайғамбар сияқты. Мына үш нәрсе Аллаху тағалаға деген тағзымнан саналады: мұсылман болып қартайған адамды құрметтеу, Құран кәрімді жаттаған адамды құрметтеу, ғалымды құрметтеу. Мұсылман болып қартайғанды құрметтеген адам Нұх алейхиссаламды құрметтегендей сауап алады. Нұх алейхиссаламды құрметтеген адам Аллаху тағаланы құрметтеген болады. Тәкбір, тахмид, таспих және тахлил себебімен мұсылман болып қартайған мүминнен абзал адам жоқ. Тәкбір Аллаху акбар, тахмид альхамдулиллах, таспих субханаллах, тахлил ла илляха иллаллах. Пайғамбарымыз алейхиссалам Аллаху тағаланың ант етіп, мұсылман болып қартайған адамға азап шектіруден ұяламын деп бұйырғанын айтқаннан кейін жылады. Себебін сұрағанда, Аллаху тағала өзінен ұялған халде одан ұялмайтындарды ойлап жыладым деді. Сұрақ: автобуста отырғанда жақсы ма, жаман ба, кім екені белгісіз үлкен кісілер келеді. Олардың қандай екенін білместен орын берудің зияны жоқ па? Жауап: дінімізде қарттарды құрметтеуге аса мән берген. Хадис шарифте жас адам бір қарттың жасына қарап құрмет көрсетсе, оның жасына барғанда Аллаху тағала оған жастарды құрмет еттіреді делінген. Бүгіннің жастары ертеңнің қарттары деген сөз. Қарттарға құрмет көрсеткенде бай, кедей деп бөлмеу керек. Байға байлығы үшін құрмет етілмейді. Мал мүлкіне бола байды көтеріп, кедейлігіне бола кедейді төмендеткен адамның лағынетке лайықты екендігі білдірілген. Ата-әже мектебі. Италиялық профессор Анна Масала былай дейді: түркі халықтарының үлкендеріне, ата-әжелеріне деген құрметтері соншалық, ата-енесі ме, өз әжелері ме ажырата алмайсың. Бүкіл балалар екі мектептен тәлім алады: ата-әжесінің мектебі және ұстазының мектебі. Меніңше, бүкіл дүние жүзі өлкелері түркілердегідей ата-әже өмір салтына мұқтаж. Шынында мұсылман халықтарында үлкенге құрмет және кішіге ізет әдет ғұрпына қанына сіңген қасиет. Дініміз де мұны әмір етеді. Дініне, әдет ғұрпына берік мұсылмандар қарттарын лайықты түрде құрметтейді. Сапарға шығатын адам үлкендерінің рұқсатын, батасын алып шығады. Бір ауылға немесе қалаға барған адам бірінші болып сол жердегі үлкендердің қолын алуға барады. Той, жиындар қариялардың батасымен ашылады. Ата-әжелеріміз жиындарда ақыл кеңестерін, насихаттарын айтып, адамдарды жақсылыққа шақырып, жас буындарға рухани тәрбие береді. Ата-әженің өмірлік тәжірибелері, білім, танымдары бала-шаға, немерелері үшін құн жетпес қазына болып табылады. Өйткені өмірлік тәжірибені ешқандай ақшаға да, мал-мүлікке де сатып ала алмайсың. Келін үшін баланы қарауда, тәрбиелеуде, ауырған жағдайдағы ем шаралар жөнінде жалпы барлық тұрғыда енесінің тәжірибелері, насихаттары асыл мұра. Ата-әжелер ертегі, аңыз әңгімелері, насихаттары, өмірлік тәжірибелері арқылы дінін, әдет-ғұрыптарын үйрету арқылы отбасын, немерелерін тәрбиелейді. Мұндай тәрбие көріп өскен бала әлбетте жетістікті болады. Қартқа құрмет. Бір күні Хазіреті Әли таң намазын оқуға мешітке келе жатып, бір қарт кісімен жолдары тура келеді. Хазіреті Әли қартқа құрмет етіп,
алдына түспей артынан ақырын жүре береді. Мешіттің есігіне келгенде қарт адам мешітке кірмей ары қарай кете береді. Хазіреті Али бұл қарттың христиан екенін түсінеді. Мешітке кіргенде пайғамбарымыздың және сахабалардың рукуға иіліп тұрғанын көріп дереу намазға қосылады. Намаздан кейін сахабалар Расулуллахтан неге бірінші рукуде ұзақ тұрғанын сұрайды. Пайғамбарымыз руку тәсбірлерін айтып тұрайын деп жатқанда Жәбірейіл алейхиссалам келді. Басымнан ұстап тұруыма кедергі болды. Мұның хикметінің не екенін білмедім дейді. Сол кезде Жәбірейіл алейхиссалам пайғамбарымыздың алдына келіп: «Я Расулалла, сен рукудан тұратын кезде Аллаху тағала маған былай деп бұйырды: бар, хабибімді ұста, рукудан тұрмасын. Құлым Әли жолда бір қарттың сақалын құрмет етіп жай келе жатыр. Ол да алғашқы ракағатқа үлгерсін. Сондықтан мен сізді Хазіреті Әли келгенге дейін рукуде ұстап тұрдым» дейді. Әже мен немересінің әңгімесі. Бүгін автобуста жан түршігерлік оқиғаға куә болдым. Жап-жас балақайлар, мектепті енді бітірген балалар болса керек, бір келіншектің сөмкесіне қол салып тонап жатқанын көріп айғайлап бердім. Аялдамаға таяған кез болғандықтан тұрақ ашып автобустан шығып зымырап жүгіріп кеттім. Қан қысымым көтеріліп, мен де сыртқа шықтым. Қол-аяғым дірілдеп өз-өзіме келе алмай аялдамада біраз отырдым. Бесіктен белі шықпаған балалардың мұндай тірлігіне ішім сыздап, бір жағы мұндайды бұрын көрмегендікі ме, жүрегім дүрсіл қағып қоя берді. Ақыры үйге бір таксиге мініп келдім. Неге адамдар мұндай опасыздыққа барады екен дей бергенде, әжесінің бетінен сүйген немересі сөзін іліп: «Тәрбие көрмегендікі шығар әже. Өз басым солай ойлаймын. Тәрбие көрген бала ондайға бара қоймас. Есіңізде ме, мен мектептен байқаусызда бір баланың қаламын алып келгенімде қаншама рет жазғырып, біреудің затын рұқсатсыз алудың, ұрлаудың дұрыс емес екенін миыма құйып берген едіңіз. Сіздің тәрбиеңіздің арқасында ешкімнің ақысын жемейтін, ешкімге қастандық етпейтін азамат болып өстік. Кішкентай кезімізде де айтқан аңыз әңгімелеріңіз, үйреткен тәлімдеріңіз әлі күнге дейін есімізде. Оң иығымыздағы періштелер жақсылығымызды жазады. Сол иығымыздағы періштелер жаман амалдарымызды жазады. Әр істі бастағанда бисмилля айту керектігі, атамыздың бізді дәрет алғызып, айт намазы, жұма намаздарына алып барған кездері: Раббың кім, дінің не, кімнің үмбетісің, кітабың не, құбылаң қайда, сенімде және амалда мазхабың қандай деген сұрақтар мен жауаптарын үйретуі, осының бәрі бізді тәрбиеге салды емес пе? Сіздерге алғысымыз шексіз, әже. Сіздерге алғысымыз шексіз, әже. Әр намазда сізге дұға етіп жүреміз, марқұм атамызға Құран бағыштап жүреміз деді. Көзінің жасын сүртіп отырып әжесі: өркенің өссін балам. Аллаху тағала әрдайым көкірек көзіңді ашық қылсын деп дұға етті. Қарттарға қамқор болу. Заманымызда адамдар батыстықтарда қандай жаман әдеттер бар болса алуды, қандай жақсы, пайдалы істері бар болса алмауды жеке ұстанымға айналдырғандай дәрежеде. Тіпті батыстықтар әлде қашан қателігін түсініп артқа қайтуға, зияндарын жоюға тырысуда. Ал біз әлі сол қателіктердің соңында жүрдеміз. Мәселен, ағылшындар отбасы құрылымын сақтап қалу және ажырасу індетін азайту үшін отбасы жағдайын құптайтын үлкен буындардан, яғни ата-әжелерден қолдау сұрауда. Ата-әжелердің жаңа шаңырақ құрған балаларына және туылатын немерелеріне көбірек әсер ету үшін оларды бірге немесе жақын жерлерге тұруға үгіттеуде. Батыстықтарға еліктеп әртүрлі сылтаулар шығарып, ата-аналарын қарттар үйіне тапсырып жатқандар көбеймесе, азайып жатқаны шамалы. Бұл да дәстүрлі отбасылық құндылықтардан жұрдай өскендердің қатарынан көруге болатын үрдіс. Мұндай үрдістер жеке басының рахатын ойлайтын, мейірімсіз ұрпақтардың жетілуіне жол ашуда. Өйткені әке-шешесін қарттар үйіне тапсырып жатқандар немесе бала-шағасының жәбірлеуіне төзе алмай қарттар үйіне қашып келген ата-әжелердің арасында ауқатты отбасылар жетерлік. Дініміз ата-әжелерді қарттар үйіне тапсырып өмірлерінің соңын мұң шегіп өткізуін емес, бала-шаға, немерелерінің жанында оларға жылы шырай, жақсы мәміле етуді, оларды ренжітпеуді, тіпті уф деп айтпауды әмір еткен.
Аллаху тағала Құран кәрімде Раббың тек өзіңе ғана ғибадат етулеріңді және әке-шешелеріңе жақсылық етулеріңді әмір етті. Егер олардың бірі немесе екеуі де жаныңда қартайса, оларға уф деуші болма, ауыр сөз айтпа, оларға сыпайы және жылы сөйле, оларға жанашыр бол, қарапайым бол. Ол екеуіне мейірімділік құшағыңды жай. Я Раббым, ол екеуі мені кішкентайымнан тәрбиелеп жетілдіргеніндей, сен де оларды рахымдылығыңа бөле деп дұға ет деген. Пайғамбарымыз егер сүт еметін балалар, белі бүгінгі қариялар, жайылымдағы жануарлар болмағанда, бастарыңа азап селдей ағып келер еді деген. Қоғам адамдардың бір-біріне қамқор болуы, мейірімді болуы, жас кәрі барлығының бір-біріне деген сүйіспеншілігі, құрмет арқылы көркейеді. Егер кәрілер пайдасы жоқ деп тәрк етілетін болса, ол қоғам құлдырауға ұшырайды. Құлдырамаған күнде де ол қоғамда тыныштық, береке болмайды. Егде жастағыларды бұл кезеңдерінде жалғыз тастамау керек. Олар бұл кезеңде көбінесе жас баладай сезімтал келеді. Бұрынғыдан да көп сүйіспеншілік, құрмет күтеді. Ізделуін, сұралуын қалайды. Қадірлі екендіктерін сезінуді қалайды. Әсіресе бала-шағалары тарапынан зейін, ілтипат көргісі және сыйлық алғысы келеді. Мен кәрімін, еш нәрсеге жарамаймын, сондықтан қадірім қалмады, айтқанымды ешкім тыңдамайды деген ойларға түседі. Қарттар үйіне тасталғандары болса, мені қаламайды, мені жақсы көрмейді деп тіптен күйзелістерге түсіп өмірлерін түңілумен өтеді. Кәрілердің дерттеріне ортақ болып, өмірінің соңын бақыт ішінде өткізулерін қамтамасыз етуіміз керек. Олар бізге Аллахтың аманаты. Кәрілер үшін дүниені өмір сүргісіз халге келтіретін жалғыздық сезімі. Замандастары дүниеден өткен сайын бұл сезім арта түседі. Бізге түсетін міндет оларды бұл сезімге түсірмеу. Қариялардың бізден күтетін ең маңызды нәрсе құрмет. Өйткені бізден құрмет көрген сайын өткізген күндерінің босқа кетпегенін түсінеді. Лайықты құрмет көрсетіп, кейбір нәрселерде олармен ақылдасып, әлі де оларға мұқтаж екенімізді сезіндіруіміз керек. Кәрілер өмірінің әр шағында біздерді жандарында көргісі келеді. Адамдар қартайған сайын жас балаға ұқсайды. Сосы себепті кейбір келеңсіздіктері болуы мүмкін. Бұларды түсіністікпен қабылдауымыз керек. Кез келген жағдайда адам өзін қарсыдағы адамның орнына қойып көрмейінше өзара түсіністік, өзара құрмет азая береді. Шыдамсыздықтардың басты себебі де осы. Олар біздің жастық шағымызды өткермейді, бірақ ертең біз олардың кәрілік шағын өткереміз. Осыны ұмытпауымыз керек. Дүние кезек, бүгіннің ертеңі де бар. Кейбір нәрселерді артқа қайтару мүмкін емес. Перзент ретінде мойнымыздың борышын дұрыс атқарсақ, мәселе қалмайды. Өмір бойы әттең былай еткенде ғой, әттең былай етпегенде ғой деп уайым жемейтін болады. Желім табақ. Қарт ағаш ұстасы әбден қартайып, көзінде нұр, қолдарында дәрмен қалмаған еді. Қолы қалтырағандықтан қасығын ұстай алмай, тамағын дастарханға төгіп алушы еді. Баласы мен келіні оған ұқыпты болмайды деп ашуланатын. Әсіресе аузынан аққан тамағы оларды жиіркендіретін еді. Ақыры қарт кісінің дастарханын бөлек жерге жасап, өздеріне үстел үстіне дайындайтын болды. Кішкентай немересі Ерсұлтан атасының бұл халіне жаны ашып, тамақ жегенде атасының қолынан ұстап, төкпей жеуге көмектесуші еді. Бір күні қарт кісі жасқа толы көзімен үстелдегілерге қарап отырғанында қолындағы табағын түсіріп алып сындырып қояды. Оның мұнысына бұрынғыдан да қатты ашуланған балалары көңіліне келер сөздер айтты. Осыдан кейін тамақты желім табақпен бере бастады. Бір күні қарт ағаш ұстасының баласы әйелінің жемістерді желім табақтарға салып жатқанын көріп, таста бұларды дейді. Ерсұлтан желім табақтардың екеуін алып қалып, апа бұларға тиіспе, келешекте керек болады дейді. Әкесі білгісі келіп, не істейсің оларды деп сұрайды. Сонда Ерсұлтан былай деді: қартайған кездеріңізде сіздерге де осы табақтармен тамақ беремін дегенде, Ерсұлтанның әке-шешесі ата-анаңа не істесең алдыңа сол келеді деген нақыл сөзді ұмытқандарын түсініп, істегендеріне өкінеді. Ағаш ұстасының ұлы мен келіні қарияға істеген әрекеттер үшін қатты ұялып, кешірім сұрап, оны қайтадан өз қатарларына алып, жағдайын жасай бастады.